Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен математика оқулығындағы 87-ші сабақ санды және әріпті өрнектермен танысатын боламыз. Санды және әріпті өрнектерді қалай оқуды және жазуды, олардың мәнін қалай табуды бүгінгі сабақта үйренетін боламыз. Балалар, мына жерде берілген санды өрнектер мен әріпті өрнекке қарайықшы. Санды өрнек дегеніміз не? Санды өрнек, дұрыс айтасыңдар, санды өрнек тек қана сандардан тұрады. Яғни 5 пен 4-тің қосындысы нешеге тең? 5 пен 4-тің қосындысының мәні 9-ға тең. Біз санды өрнектердің мәнін таба аламыз, ал әріпті өрнектердің мәнін таба алмаймыз. Әріпті өрнек дегеніміз мына жерде берілген а мен 5-тің қосындысы. Яғни бұл жерде а латын әліпбиінің әріпті өрнегі осы әріпті өрнектің ішінде кіріктірілген. Яғни санды өрнек пен әріпті өрнектің екеуінің айырмашылығы. Біз санды өрнектің мәнін тапсақ, әріпті өрнектердің мәнін таба алмайды екенбіз. Және әріпті өрнектер латын әліпбиінің әріптерімен A, B, C, D әріптерімен әріпті өрнектер құрастырылады екен. Ал енді біз әріпті өрнектердің орнына сан қоятын болсақ, ол жердегі мәнді біз таба алады екенбіз. Өйткені әріпті біз санға алмастырып тұрмыз. 4 қосу A әріпті өрнегінің орнын санмен алмастырамыз. Сонда біз A әрпінің орнына 4 қосу 4 пен 5-тің қосындысының мәнін тапқан кезде өрнектің мәні 9-ға тең болады. Тағы да бір есеп берілген. B алу 20. Мұндағы B саны, B әрпі 30 санына тең. Сонда ол әріптің орнын 30 санымен алмастырдық. Сонда 30 бен 20 санының айырмасының мәні 10-ға тең болды. Осы енді біз мына суретке қарап өзіміз есептер құрастырайық. Мына жерде қанша бала домбыра тартып тұр? 3 бала және 2 қыз. Балалар, бұл қандай өрнек болып тұр? Дұрыс айтасыңдар, бұл санды өрнек. Яғни 3 пен 2-нің қосындысы 5-ке тең болып тұр. Ал енді мына киіз үйлерге қарайық. Киіз үйлер 4-еу, яғни киіз үйді 4 қосу C деп алсақ болады. Яғни әріпті өрнек қылып. Ал енді билеп тұрған балаларға қарайық. 4 жігіт билеп тұр және 3 қыз қосылып билеп тұр. Сонда бұл өрнек санды өрнек болып саналады екен. 4 пен 3-тің қосындысының мәні 7-ге тең. Жақсы балалар, осылай өздерің суретке қарап отырып, бірнеше санды өрнек және әріпті өрнек құрастырсаңдар болады. Мына ережені есімізде сақтап, жаттап аламыз. Әріпті өрнектің мәнін табу үшін алдымен әріптің орнына берілген санды қойып, содан кейін амалды орындау қажет. Екінші есеп. Әлияға тәтті тоқашты санауға көмектес. Әріпті өрнектердің мәнін тап. Енді біз бұл есепті шығару үшін бізге әріпті өрнек берілген. Әріпті өрнектің мәнін табу үшін оның орнына берілген сандарды қойып шығарамыз. Әріпті өрнектің орнын санмен алмастырғаннан кейін біздің өрнегіміз санды өрнекке айналды. 40 пен 10 санының қосындысы 50-ге, ал 50 мен 10 санының қосындысы 60-ға тең болады екен. Келесі есепке қарайық. Бұл жерде де әріпті өрнек берілген. Әріпті өрнектің орнын мынау тұрған 20, 30, 50 сандармен алмастыру арқылы санды өрнекке айналдырып алып, бұл есептердің де мәнін табатын боламыз. B әрпінің орнына 20 санын қойып, 20-дан 20 мен 10-ның айырмасының мәні 10-ға тең болады. 30 бен 10 санының айырмасының мәні 20-ға тең болады. 50 мен 10 санының айырмасының мәні 40-қа тең болады екен. Үшінші есепке қарайық. Бірінші бағанға қосындыларды, ал екінші бағанға айырмаларды жаз. Олардың мәндерін тап. Балалар, біздің математикада
амалдың өзі екі түрі бар, иә. Олар қосу және азайту. Яғни қосынды мен айырманы екі бағанға бөліп жасайтын боламыз. Төртінші есеп. Бос орынға қай фигураны таңдау қажет? Балалар, сендерге 5 минут уақыт беремін. Өзіміз ойланып, қай фигураның қажет екенін табатын боламыз. Бізде бірінші қатарда 5 бұрыш, 3 бұрыш және 4 бұрыш берілген. Екінші қатарда 3 бұрыш, 4 бұрыш, 5 бұрыш берілген. Ал үшінші қатарда күлгін 4 бұрыш, сары 3 бұрыш және бізге бұл жерге жасыл 3 бұрыш керек екен. Жақсы балалар, олай болса біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.